Баршаңызға сәлем, пайдалы арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі материалда құлпынайдың жаңа пайдалы қасиеттерін білесіздер. Видеоны соңына дейін қарап, пайдалы және қызықты арнасына тіркеліп қойыңыздар. Құлпынай жидегі адам денсаулығына пайдасы мол. Ол жүрек тамыр ауруларының алдын алады, қан құрамындағы холестерин мөлшерін азайтады. Құлпынайдың балғын шырыны тісті ағартады, ал құлпынай маскалары бет терісінің барлық түріне жақсы әсер береді. Құлпынай дәрумен жетіспеушілікке өте пайдалы, тамырдың бітелуін алдын алады және холестеринді түсіреді, ағзаны тазартып, зәрді және терді айдайды. Құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін тежейді, иммунитетті күшейтіп, қан аздыққа көмектеседі. Асқазан ауруы бар адамдарға аса пайдалы. Жүрек қан тамырлар жүйесін қорғайды, қанды тазартады, денеден улы заттарды шығарады, тіс еттерін қуаттандырып, ауыз иісін кетіреді. Құлпынай бұрыннан халықтық медицинада қолданылып келеді. Құлпынай жидегінің өзімен қоса, оның жапырағы да пайдалы. Біз сол жапырақтарына мән бермей лақтырып тастаймыз. Құлпынайдың кептірілген жапырақтарын қарапайым шай түйіршіктерімен араластыруға немесе бөлек қайнатуға да болады. Мұндай шай жалбыз шайы секілді ағзаны тыныштандыратын әсерге ие, сонымен қатар мұндай шай бүйрегі ауыратын адамдарға өте пайдалы. Құлпынай жапырақтарын араластырып, пюре етіп езіңіз. Нәтижесінде жасартатын тиімді маска пайда болады. Ол теріні балғын етіп, ұсақ әжімдерді тегістейді. Құлпынай жапырақтарынан шаш түсуіне қарсы құрал дайындауға болады. Ол үшін сұлық аузын аздаған сумен араластырып, оған езілген құлпынай жапырақтарын қосыңыз. Осы ботқаны шашқа жағып, 30 минут шамасында ұстаңыз. Оны аптасына 3 рет қолданған жөн. Шашыңыз түсуін тоқтатып берік болады. Құлпынай жапырақтарын диабетке қарсы қолдануға да болады. Жапырақтарынан құнарландырылған шай дайындаңыз. Әр тамақтанып болған сайын 1 стақан шайдан ішіңіз. Бұл шай қан құрамындағы қантты реттейді. Құлпынай жеп сұлу әрі дені сау болыңыз.